Қайырлы күн достар, бүгін біз түлпан пішінді самса дайындайтын боламыз. Оған керек заттар: ұн 600 грамм ситадан өткізіп алдық, 200 грамм май, тұз, татымына қарай, осы май мен тұзды майды араластырып аламыз. Майымызды осылай қамырымен нетіп аламыз, араластырып аламыз. Енді 200 грамм қаймағымызды саламыз. Сосын 10 грамм разотлитель саламыз. Оның ішінде қалған 10 грамм салып тастаймыз. Қаймағымызды, разотлителімізді салдық. Қаймақ 200 грамм, разотлитель 10 грамм. Енді осыдан тесто жасаймыз. Жақсылап илеп. Мынаны жақсылап бір 10 минуттай осылай ысып аласыздар. Қамырын осылай біріктіресіздер. Осыны 10 минутқа пакетке салып демалуға қоямыз. Жұмсақ өзі. Ол демалғанша начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге 2 жуа керек болады. Ұсақтап тураймыз. Осыған тұз, бұрыш қосып, әбден суық шыққанша сығамыз. Тұз қостық, бұрышты аздап қосамыз. Самсаға қатты ащы болып кетеді. Осыны әбден сығамыз. Осыған енді бір грудинка саламыз. Сосын мына грудинка құрғақ болады, оны құрғақ болмау үшін помидор саламыз. Сосын араластырамыз енді. Кетпесіне тұз саламыз тағы да. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді тестіні дөңгелектеп аламыз. Қамырымызды енді бөліп аламыз.
Міне дайын. Енді бұны 180 градуста 20-25 минутке жібереміз.